күн балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сіздермен бірге Гүлзина Жақсылық қызы. Балалар, бүгінгі ана тілі сабағымыз тағы да тасмал деп аталады. Біз тасмал түрлерін жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта сіздер мұғалімдеріңіздің қолдауымен мәтінде кім немесе не туралы айтылғанын анықтайсыздар және мұғалімнің қолдауымен сөздерді дұрыс тасмалдауды, тасмалданбайтын сөздерді алдында да білдіңіздер ғой, тағы да пысықтайтын боласыздар. Енді қолдарыңызға бір аттың суретін алып алыңыздар. Ол сіздердің қазанаттарыңыз болсын. Осы сабақта сіздер әр бекетте бір тапсырма орындап отырып, қазанаттарыңызбен шауып отырып, кім бірінші орындайды, атымен, жүйрік атымен шауып отырып, мәреге бірінші жетуге тырысыңыздар, жақсы ма? Ал енді бірінші бекеттің бірінші тапсырмасын қараңыздар. Мына буындар шашылып қалыпты. Енді кім бірінші осы буындарды біріктіріп отырып сөз табады екен? Барлық сөзді тапқан адам бірінші болып келесі бекетке өтеді. Қараңыздар. Ке, ме, е, мен, ше, лек, аң, шы, бо, тақ. Балалар, сіздер менен бұрын тауып қойған шығарсыздар, я? Ендеше қазанаттарыңызға мініп келесі тапсырмаға өтіңіздер. Мына бір сілтемеге өтіп, төрт түліктің не екенін, олардың атауы қандай екенін біліп алыңыздар, жақсы ма? Біліп алған болсаңыздар, қазанаттарыңызбен келесі тапсырмаға өтіңіздер. Кім жылдам деген ойын ойнаңыздар. Балалар, сіздер бірігіп, топ-топқа бөлініп алыңыздар да. Бірінші топ бота туралы, екінші топ бұзау, үшінші топ қой мен лақ, төртінші топ құлын. Осы атауларды алып, өздеріңіз таңдаған жануарды қалай шақыратынын еске түсіріп көріңіздер, я? Сосын сол сөздерде берілген сөздерді тасмалдап көріңіздер. Бота, бұзау, қой, лақ, құлын деген сөздер қалай тасмалданатын бір-біріңізге көрсетіңіздер, жақсы ма? Ал енді кім бірінші қай төлді қалай шақыратынын айтады екен? Сиырды не деп шақырады екен, балалар? Өте жақсы, сиырды әукім, әукім деп шақырады екен. Түйені не деп шақырады екен? Дұрыс айтасыздар, түйені көс, көс деп шақырады екен. Қой мен қойды не деп шақырады? Иә, қойды пұшайт, пұшайт деп шақырады. Ал жылқыны қырау, қырау деп шақырады. Балалар, мына бір ережені немесе анықтаманы жаттап алыңыздар, иә? Жылқыны қырау, қырау, түйені көс, көс, сиырды әукім, әукім, қойды пұшайт, пұшайт, ал ешкіні шөре, шөре деп шақырады. Сонымен бүгін төрт түлікті қалай шақыруды білдік па? Ендеше қазанатымызбен Томның хатын оқып көрейік. Мына сілтемеде Томның сіздерге жазған хаты бар. Кімге хат қажет болса, маған менің мекен-жайларыма өтіп, сілтемені алсаңыздар болады. Енді оқулықты ашамыз. Оқулықта бірінші жаттығу «Құрау, құрау, құлыным» деген Ұлықбек Есдәулеттің өлеңі берілген. Балалар, өлеңді мәнерлеп оқып көрейік. Құрау, құлыным, құрығыма түсе ғой, тазасын жеп сұлының, мөлдір судан іше ғой. Сен боларсың қазанат, мен болармын азамат. Құрау, құрау, құлыным, желбіресін тұлымың. Өлеңді менімен бірге мәнерлеп оқыдыңыздар ма? Ал енді қазанат деген сөз не екенін білеміз бе? Қазанат деген жылқының ішінде ұзақ жолға шыдамды ірі аттарды қазанат дейді. Мен жаңа айттым ғой сіздерге, я? Қазанат, бір-бір қазанатқа мініп шабыңыздар деп. Мінеки ең ірі ұзақ жолға шыдайтын жылқыларды қазанат дейді. Өлеңді қатесіз оқып, мәнерлеп оқып, дауыстап оқыған болсаңыздар, қазанаттарыңызға мініңіздер де келесі тапсырмаға шауып өтіңіздер. Дәптерді ашып, «О» деген дауысты дыбысты, жуан дауысты дыбысты жазамыз. «О» әрпін сіздер алдымен ауада жазыңыздар, сосын дәптерге көркем етіп жазыңыздар. Жазу кезінде бейне жазбаны кідіріске
қоюды ұмытпаңыздар, иә? Ал енді жазып болған болса, қазанатымызға мініп, келесі тапсырмаға өтейік. Дәптерімізде екінші жаттығуда мақал берілген. Сол мақалды оқулықтан дәптерге қатесіз көшіреміз, және тасмалданбайтын сөздер бар арасында. Сол сөздерді тауып астын сызамыз. Ат тұяғын тай басар деген мақал бар екен. Сонымен мақалды көркем жазып болсақ, тасмалданбайтын сөздердің астын сызамыз. Балалар, ат тұяғын тай басар деген мақалдың аты үлкен, атақты, көп жетістікке жеткен адамдарды сіздер өздеріңізге үлгі етіп отырсаңыздар, сол адамдардың ізімен жүріп отырсаңыздар, сіздер де сол кісілер сияқты көп жетістікке жетесіздер өмірде. Ал енді қараңыздар. Тасмалданбайтын сөздерді мен ат және тай дедім, дұрыс па? Сіздер де солай сыздыңыздар ма? Өте жақсы. Көркем жазып, тасмалданбайтын сөзді тауып сызған болсаңыздар, қазанатпен келесі тапсырмаға шауып өтіңіздер. Сергіту сәтін міндетті түрде жасаңыздар. Қол, көз, аяқтарыңыз, буындарыңыз талып қалмасын, е? Ал енді келесі. Жылқышы, бұзау, құлыншақ, түйелер деген сөздер берілген. Сіздер осы сөздердің тасмалдау түрін көрсете аласыздар ма? Мысалы, жылқышы деген сөзде 3 буын бар. Жылқышы. 3 буын болса, демек 2 тасмал бар. Бірінші жылқышы, екіншісі жылқышы. Мінекей, жазып келе жатқанда бізге 1 буын сиятын болса, біз жыл деген буынды жазамыз, тасмалдау сызығын қойып, келесі екінші, үшінші буынды жолдың екінші жағына алып кетеміз. Немесе жылқы деген сөз тұтастай сиятын болса, ш деген қосымшасын жолдың келесі жағына алып кетеміз. Бұзау сөзі қалай тасмалданады? Бұзау сөзінде 2 буын бар, сондықтан 1 ғана тасмал түрі болады. Құлыншақ, түйелер деген сөздердің де тасмалдау түрлерін көрсеттім. Сіздер де осылай түсініп жаздыңыздар деген үміттемін. Ал енді жұптарыңызбен жұмыс жасадыңыздар ма? Бір-бірлеріңізге парталасыңызға жұмыстарыңызды көрсетіп тексеріңіздер, немесе ой бөлісіңіздер, жақсы ма? Тасмалдау түрін жазған болсаңыздар, қазанатқа мініп келесі тапсырмаға өтеміз. Ойлан, жұптас, талқыла деген әдіс арқылы суретке жақсылап назар аударыңыздар. Достарыңызбен немесе парталасыңызбен отырып, мына жерде суреттен үй жануарлары мен құстарды тауып атаңыздар. Қандай үй жануарлары мен құстардың суретін көріп тұрсыздар? Сол көріп тұрған жануарлар мен құстардың атын бір ақ параққа жазыңыздар. Сосын тақтада бір-бірлеріңізге көрсетіп дәлелдеңіздер, жақсы ма? Ал қазанатпен шауып отырып шығармашылық жұмысқа да жеттік. Бұл шығармашылық жұмысты сіздер өздеріңіз орындайсыздар. Мынау шатасып қалған буындардан сөздер құрастырып, оны мұғалімдеріңізге немесе маған жіберсеңіздер болады. Сонымен кімнің қазанаты мәреге бірінші жетті? Міндетті түрде хабарлаңыздар, жақсы ма? Сіздермен болған Гүлзина Жақсылық. Сіздерді осы мекенжайлар бойынша кері байланыста күтетін болам. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.